Балам, шәй тамағыңды ішіп, сабағыңа кешікпей шыға қой. Жарай ма? Иә, шығам. Досың Айдос келуші ме еді? Сабаққа бірге барасыңдар ма? Иә, келет. Жақсы балам, біз жұмысқа кеттік. Сәлем, Бақтыбек, қалайсың? Кеттік пе сабаққа? Айдос, қатты ауырып қалдым. Мұғалімге солай айта салшы. Тезірек жазылып кет, Бақтыбек. Бүгін информатикадан компьютерді дұрыс пайдалану жайлы пайдалы сабақ өтеміз. Қатысқаның дұрыс болатын еді. Рахмет, сау бол. Айдос, бүгінде қызуым көтеріліп тұр. Мұғалімге ауырып жатыр деп айта салшы. Бақытбек, соңғы кезде жиі ауырып жүрсің ғой? Тез жазылып кет. Айтпақшы, кеше қауіпсіздік ережелері жайлы қызық сабақ өттік. Бүгінде өрт шыққанда, ауырып қалғанда, тағы да басқа қауіпті жағдайларда қайда, қандай номерлерге хабарласу керегі жайлы үйренеміз. Қатысқаныңда жақсы болар еді. Таптан өзімде оқып алам ғой. Рахмет, сау бол. Көмектесіңдер. Не істеуші еді бұл жағдайда? Қап, осы аптаның сабақтарына қатысуым керек еді. Көмектесіңдер. Ата-анама қоңырау шалсам, олар менің өтірік айтып, сабаққа бармай жүргенімді біліп қояды ғой. Қап, өрт шыққанда қандай номерге қоңырау шалушы еді? Оны да сабаққа бармағандықтан білмей отырмын. Қап, өзімнен де бар бәрі. Енді не істедім? Мәссаған, өртеліп жатыр ғой. Іште бала бар секілді. Тез құтқаруымыз керек. Коко, сен дереу өрт сөндіру қызметі мен жедел жәрдемге хабарласып, оларға мекен жайды бер. Құп болады, агентті. Сақшы, Робо, кеттік. Робо, дереу өртті өшір. Сақшы, үйдегі баланы табайық. Агентті, бала төсектің астында. Балақай, қорықпа, кел шық бері. Сені құтқаруға келдік. Балам, сен мұнда не істеп жүрсің? Не болды? Сен сабақта емес пе едің, балам? Анашым, әкешім, кешіріңіздер. Мен бәрін өзім түсіндірем. Балаңыз үйден шықты, мектепке бармаған екен. Қалайша, сен неге сабаққа бармағансың? Бақытбек, әлі жазылмадың ба? Жедел жәрдем шақырғаныңа қарағанда ауруың тым асқынып кеткен секілді ғой. Бақытбек, сен сап-сау едің ғой. Анашым, әкешім, мен бәріңізге өтірік айттым. Сабаққа бармай, үйде компьютер ойынының қызығына түсіп кетіппін. Сөйтіп, көп ойнағаннан компьютер қызып, өрт содан шықты. Мәссаған, өрт шыққан екен ғой. Алдыңғы күнгі сабаққа келгеніңде, ағай компьютерді дұрыс пайдалану жайлы жақсылап түсіндірген еді. Содан дереу өрт сөндіру қызметіне хабарласпадың ба? Өрт сөндіру қызметінің нөмерін білмедім. Сол үшін хабарласа алмадым. Айтпақшы, сен кешеде бүгінде сабаққа келмедің ғой. Тура осы тақырыпты өттік. Өрт сөндіру қызметінің нөмірі 101. Есіңе сақтап ал. Көрдің бе балам? Айдос секілді сабаққа үнемі қатысып жүргеніңде, бұл оқиғаның біреуі де болмас еді. Бақытбек, әкең мен анаң дұрыс айтады. Білімдіге дүние жарық, білімсіздің күні қарып деген осы. Мен үлкен қателік жасаған екенмін. Бұл оқиғалардан үлкен сабақ алдым. Екінші қайталамаймын. Сіздерге көп рахмет. Баламды бір қауіптен аман алып қалдыңыздар. Оқасы жоқ. Бұл біздің міндетіміз.
Бақытбек, үйіңді реттегенше біздің үйде тұра тұр. Мен саған өткен сабақтарды түсіндірейін. Анашым, әке, рұқсат па? Бара ғой балам. Қалып қойған сабақтарыңды Айдостан сұрап, түсініп ал. Бәрекелді Айдос. Бұның нағыз досқа лайық қылық болды. Осындай ізгі досың барда, сен де қараң қалмайсың, Бақытбек. Әлемді ізгілік құтқарады.